Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі өте сүйкімді болып көрінетін, алғаш жасаған адамның қолынан келетін өте дәмді, керемет булочкилар дайындайтын боламыз. Видеоның маңызды жерлерін, фишкаларын жіберіп алмау үшін соңына дейін қарауға кеңес етемін. Алдымен міндетті түрде жылы сүтімізге жақсы срогы өтпеген дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін құрамына қарай, егерде тәтті булочкиларды жақсы көрсеңіз, 150 грамм қантыңызды қосыңыз, немесе 100 грамм қосуға да болады. Одан кейін жылы жұмыртқамызды қосатын боламыз. Егерде жұмыртқаңыз холодильниктен шыққан болса, оны міндетті түрде ыстық суға жуып, жылытып алыңыздар. Себебі тестаңыздың жақсы көтерілуі ингредиенттердің барлығының жылы бөлме температурасында болуына байланысты. Үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды 2 бөліп немесе 3 бөліп шетінен салып араластырып алған жақсы. Себебі ұнды көбірек қосып жіберіп, тестаңыз қатты болып кетуі мүмкін. Сол себепті шетінен салып араластырып отырамыз. Негізі бізге 600 граммдай ұн қажет болады, бірақ та соңына дейін барлығын қосып жібермеңіздер, кішкене алып қалыңыздар. Тестаңызға байланысты, ұныңыздың консистенциясына байланысты кететін болады. Мінекей осылай жақсылап араластырып жатып, ең соңында үстінен бір шай қасықпен уксус қосатын боламыз, 9%. Осы тестамыздың жақсы болып шығуы және де біздің булочкиларымыздың фишкасы осы уксус қосқанымызға байланысты. Және де соңынан сары майымызды бөлме температурасында ертіп, оны да ең қандырғанша дейін илеп, майды бойына сіңіргенше дейін жақсылап илеп алатын боламыз. Мінекей тестамыз дайын болды, өте күшті болып шықты. Енді үстінен жылы жерге қоятын боламыз, бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағаттайға алып қоямыз. Мінекей біздің тестамыз күшті болып көтерілді, үлпілдек болып, ол дрожжыңызға да байланысты және де басқаныңызға да байланысты болып табылады. Мінекей біздің тестамыз дайын болды. Енді оны осылай сопақша етіп илеп, оны бөліктерге бөлетін боламыз. Барлығын бірдей етіп бөлгендеріңіз жақсы болады, булочкиларымыздың көлемі бірдей болуы үшін. Барлығын осылай кесіп дайындап алып, оларды шеттерінен түйіп, видеодағыдай етіп, жылы жерге осылай салафанымыздың астына домалатып алып қоятын боламыз. Шетінен булочкиларымызды жасағанда беті кеуіп кетпеуі үшін. Жасалу жолы өте оңай, видеода көріп тұрғаныңыздай шетінен барлығын осылай жайып алып, ішіне міндетті түрде сары майыңызды бөлме температурасында еріген жағып, одан кейін кез келген начинкамен жасасаңыз болады. Мен осы жолы қантты сеуіп, оның үстіне макты сеуіп жасадым. Немесе сгущенкамен, корицамен, творогпен, кез келген начинкамен жасасаңыз болады. Біздің үйде ол начинкалар онша желінбейтіндіктен, мен тек осындай қарапайым начинкалармен жасадым. Міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Дәл видеодағыдай етіп, бантик түрінде жасай қоямыз. Бұл тоқаштарды арнайы сатылымға жасауға немесе қонақ шақырғанда осылай әдемілетіп жасай қойсаңыз, дастарханыңыздың көркін ашатын болады деп ойлаймын. Барлығын жасап болғаннан кейін тағы да бетін жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қоятын боламыз, көтерілгенше дейін кішкене. Және де жұмыртқаның сарысына кішкене сүтімізді араластырып, бетіне бір қалыпты жағатын боламыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30 минутта менің духовкамда пісіп шықты. Және де пісіп болғаннан кейін міндетті түрде ысы күйінде сары майыңызды жақсаңыздар, өте керемет сән беретін болады, беттері жылтырап тұратын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жасалатын, өте дәмді болып шығатын, бір жасағаннан керемет осындай болып шығатын булочкилардың рецебін ұсындым деп ойлаймын. Және де менің каналымда бұдан да басқа керемет рецептердің өте көп рецептердің түрлері бар. Каналыма тіркеліп, рецептерге лайк басып, каналымды қолдап өтсеңіздер болады.